саламатсыздар ма, құрметті білімгерлер? Мен құқықтану пәнінің оқытушысы Дулатбаева Насима Мырзабековна. Бүгінгі біздің сабағымыз банктық құқық. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы банк қызметінің құқықтық негіздері. Жоспар бойынша қарастыратын сұрағымыз Қазақстан Республикасының банк жүйесі және оның құқықтық негіздері, коммерциялық банктердің жіктелуі, банк операциялары, банк қызметінің мемлекеттік реттеу. Банк сөзі итальян тілінде банко, ақшалы стол, айырбас жүргізетін орын деген мағынада түсіндірілген. Банк ұғымы және оның қызметінің мәні туралы әдебиеттерде кеңінен талқыланған. Мәселен, Жуков оны қарыз капиталының қозғалысына, оны шоғырландыру мен бөлуге байланысты кәсіпкерлік қызметтің ерекше түрі деп санаса, Бруно Буфаль банк дегеніміз ақша, несие және сол тәрізді операциялармен айналысатын кәсіпорын болып табылады деп түсіндірген. Ең бірінші банк Италияның Генуа қаласында 1407 жылы мамандандырылған несие есеп айырысу институты ретінде құрылған. Банктік құқық экономиканың банктік секторындағы банктік іс пен банктік қызметті және олардың жүзеге асыру барысында туындайтын қоғамдық банктік қатынастарды реттейді. Банк қызметі Қазақстан Республикасындағы банктер және банк туралы қызметі туралы 1995 жылы 31 тамызындағы, Қазақстан Республикасының ұлттық банк туралы 1995 жылғы 30 наурыздағы заңдарымен реттеледі. Банк жүйесін құру және оның тиісінше жұмыс істеуін қамтамасыз етуі, банктік қызметтерді ұйымдастыру мен жүзеге асыру, банктердің өзге де қатысушылардың құқықтық мәртебесін белгілеу, банктердің қаржыларын мемлекеттік реттеу, банктік қадағалау, бақылау жүргізу, құқық бұзушылық фактілерін анықтау және ол үшін заңды жауапкершілік шарасын қолдану барысында туындайтын қоғамдық валюталық қатынастар құқықтық реттеу пәнін құрайды. Қазақстан Республикасының банк жүйесі екі деңгейден тұрады. Қазақстан Республикасының ұлттық банкі орталық банкі болып табылады және Қазақстан Республикасының банк жүйесінің бірінші, яғни жоғарғы деңгейін білдіреді. Қазақстан Республикасының заң актісімен белгіленген ерекше құқықтық мәртебесі бар Қазақстанның даму банкін қоспағанда, өзге банкілердің бәрі банк жүйесінің төменгі, яғни екінші деңгейіне жатады. Олар заңға сәйкес банк қызметін жүзеге асыруға құқылы коммерциялық ұйым болатын заңды тұлға. Коммерциялық банктер, яғни жеке клиенттердің салымдары түрінде тартылған ақша капиталдарымен сақталған ақша есебінен барлық саладағы кәсіпорындар үшін әмбебап банктік операцияларды жүзеге асыратын кредиттік мекемелер, кредиттік жүйенің негізгі буыны болып табылады. Коммерциялық банктер мынадай белгілері бойынша, яғни мынадай белгілеріне байланысты жіктеліп отырады. Бірінші, жарғылық капиталдың қалыптасуына қарай мемлекеттік, акционерлік, жеке, пай қосу және аралас дегеніміз, яғни шетел капиталының қатысуымен өтеді бұл жерде. Сонымен қатар операцияларының түрлеріне қарай жіктеледі. Яғни әмбебап, яғни экономиканың барлық салаларына бірдей және кең көлемді банктік қызмет көрсететін банктер, маманданған, яғни бір ғана сала қызмет көрсететін банктер, сонымен қатар аумақтық белгісіне қарай жіктеліп отырады екен. Ол халықаралық, мемлекетаралық, ұлтаралық, сонымен қатар аймақтық. Салалық белгісіне қарай өнеркәсіптік банктер, сауда банктері, ауыл шаруашылық банктері, құрылыс банктері болып саналады. Ал филиалдар санына қарайтын болсақ, филиалсыз және де көп филиалды болып табылады екен.
банк төрағасына мынадай міндеттер жүктеледі екен. Яғни банктік қызметіне қатысты барлық сұрақтар бойынша бұйрықтар шығару және нұсқаулық беру. Барлық мемлекеттік және басқа да органдарда, басқа банктерде, оның ішінде шетелдік банктерде банк қызметіне қатысты барлық сұрақтар бойынша өкілеттілікті жүзеге асыру, банктің мүлкіне және қаражаттарына ие болу, банктің штаттық жұмысшыларының саны мен құрылымын бекіту, еңбек келісім шарты бойынша банктің лауазымды тұлғалары мен келісімдер, яғни контактілер жасасу. Сонымен қатар банк операциялары бірнеше топқа бөлінеді. Бірінші, депозиттерді қабылдау, заңды және жеке тұлғалардың банктік шоттарын ашу және жүргізу. Екінші, банктер банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардың корреспонденттік шоттарын ашу және жүргізу. Келесі, банктердің жеке және заңды тұлғалардың шетел шоттарын ашу және жүргізу жатады. Төртінші, кассалық операциялар. Банктердің және ұлттық пошта операцияларының қолма-қол ақшаны ұсақтауды, айырбастауды, қайта санауды, сұрыптауды орындау және сақтауды қоса алғанда оны қабылдауы және беруі. Сонымен қатар, бесінші операциямыздың түрі бұл аударым операциялары. Жеке және заңды тұлғалардың ақша төлемі мен аударымы бойынша тапсырмаларын орындау. Және тағы бір операцияның түрі бұл есепке алу операциялары. Жеке және заңды тұлғалардың вексельдері мен өзге де борышкерлік міндеттемелерін есепке алу. Жетінші операцияның түрі бұл банктік заем операциялары. Банкке, ипотекалық ұйымға немесе агроөнеркәсіптік кешен саласындағы ұлттық басқарушы холдингтің еншілес ұйымдарына төлемділік, мерзімділік және қайтарымдылық шарттарымен ақшалай нысандағы кредиттер беру. Шетел валютасымен айырбас операцияларын ұйымдастыру. Банкноттарды, монеталар мен құндылықтарды инкассациялау, төлем құжаттарын инкассаға қабылдау, аккредитив ашу мен оны растау және ол бойынша міндеттемелерді орындау. Сонымен қатар, банктердің ақшалай нысанда орындау көзделетін банк кепілдіктерін беруі. Және ең соңғы операцияның түрі бұл үшінші тұлғалар үшін ақшалай несие, яғни нысанда орындау көзделетін банк кепілдігі. Біздің үй тапсырмамыз осы жоспар бойынша қарастырылған 3 сұрақтың 3-ші сұрағы, яғни банк қызметін мемлекеттік реттеу. Осыны үйде қарастырамыз, осыған қосын материал табамыз, дәптерге жазамыз. Осымен біздің сабағымыз аяқталды.